Қаразере майының денсаулықты жақсарту мен ем-домға қолданылып келе жатқанына сандаған ғасыр болды. Көне дәуірден бастау алған шипалы шөп майының қандай зияны мен пайдасы бар, осыған тоқталсақ. Қаразеренің құрамында А, Е және С витаминдері мол, пайдалы минералдар көп және эфир майымен байытылған. Көне заман емшілері зерені иммунитет көтеруші, асқазан жұмысын жақсартушы, денедегі зиянды қалдықтан арылтушы дәрілік шөп ретінде қолданған. Сондай-ақ қандағы холестеринді азайтып, зат алмасу процесін жақсартуға қауқарлы. Қаразеренің құрамындағы тимохинонның антиоксиданттық қасиеті бар, яғни ағзаның жалпы жұмыс жасауын, жүйке жүйесін жақсартып, бұлшықеттің физиологиялық күш-қуатын арттырады. Қаразере майы да басқа дәрілік өсімдіктер сынды дұрыс қолданбаса зиян келтіруі мүмкін. Мәселен, оны аш қарынға ішуге болмайды. Сондай-ақ екі қабат әйелдерге аздан қолданған жөн. Өйткені жатыр бұлшықеті жиырылып, жүктілікке зиян келтіруі мүмкін. Сондай-ақ кей адамның қаразере майына аллергиясы болуы мүмкін. Қаразере медицинада бауыр, өт, бүйрек жұмысын жақсартуға, өт айдауға қолданылады. Сондай-ақ жоғарыда айтылғандай, зеренің антиоксиданттық қасиеті бар, яғни ағзада қатерлі ісікті тудыратын жасушаларды, радикал бөлшектерді өлтіреді. Сондай-ақ қаразеренің вирусқа қабынуға, түрлі бактерияларға қарсы және ішектегі құрттарды түсіретін, зәр айдайтын қасиеттері де бар. Халық медицинасында қаразеренің дәнінен шай қайнатып, іш кебу, іш өту мен өт шаншу сияқты ауруларды жазу үшін ішеді. Босанған әйелдерге де осы шайды ішуге болады. Бұл ана сүтін көбейтеді. Қаразерені витамин ретінде ішсеңіз де, немесе тамақта рационыңызға енгізсеңіз де болады. Осылайша сіз иммундық жүйеңізге күшті қолдау көрсетіп, жыл бойына ауырмай, деніңіз сау болуға көмектесе аласыз. Қаразере сонымен қатар ас қорыту жүйесін жеңілдету үшін де және ішектердің жұмысын жақсарту үшін де қолданылады. Оның құрамы клетчаткаға бай болғандықтан, іштің кебуі мен желденуі, ас қорыту жүйесінің бұзылысы сияқты симптомдарды азайтып, іш қатудың алдын алады. Ал дұрыс ас қорыту жүйесі ағзаға қоректік заттарды сіңіру үшін және жалпы деніміз сау болу үшін аса маңызды. Бұдан басқа қаразере ішектегі зиянды бактериялардың өсуін тежейтін микробқа қарсы қасиеті бар екені дәлелденген. Бұл ас қорыту жұмысын одан әрі қолдай отырып, ішек бактерияларының сау тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Қаразере ғасырлар бойы респираторлық ауруларды жеңілдету үшін, мұрынның бітелуін жеңілдету, еркін тыныс алуды қамтамасыз ету үшін қолданылып келеді. Оның қабынуға қарсы қасиеттері тыныс алу жолдарындағы қабынуды азайтуға, тыныс алуды жеңілдетуге көмектеседі. Зерттеулер көрсеткендей, қаразере астма приступының ауырлығын төмендете отырып, астмамен ауыратын адамдар үшін де өте пайдалы. Ол сондай-ақ мұрынның бітелуі, мұрыннан су ағу, түшкіру сияқты аллергиялық симптомдарды жеңілдетеді. Қаразере сондай-ақ жөтел мен суық тиюге қарсы керемет құрал болып табылады. Ол кеуденің демалысын жақсартып, тыныс алуды жеңілдетуге, сауығуды жылдамдатуға көмектеседі. Міне осылайша тыныс алу органдарының денсаулығын қолдаудың табиғи жолын іздесеңіз, қаразерені таптырмас құрал болып табылады. Оның қабынуды азайту және мұрынның кептелісін тазарту қабілеті тыныс алуды жеңілдетуге және тыныс алу жүйесінің оңтайлы жұмыс істеуіне көмектеседі. Қаразеренің бет терісіне де айтарлықтай пайдасы мол. Ерте қартаюдың себепкері болып табылатын радикалдар біздің бет терісімізді зақымдайды. Ал қаразеренің құрамы антиоксиданттарға бай болуының арқасында бет терісімізді осындай зақымданулардан қорғайды. Қаразере майының қабынуға қарсы қасиеттері экзема, псориаз, акне сияқты тері ауруларын тыныштандыруға керемет көмектесе алады. Ол бет терісінің қызаруын, қышуын, қабынуын төмендете отырып, сау бет терісінің тонын қалыптастырады. Қаразере майын көбінесе теріні ылғалдандырып, нәрлендіру үшін жергілікті жағыпта қолданады. Қаразереде эфир майқышқылдарының жоғары концентрациясы терінің ылғалдандыруға көмектесе отырып, оны жұмсақ, эластичный етіп және табиғи бетті жылтыратады.
Осылайша қаразере майын ішке қабылдасаңыз да, жергілікті теріге жақсаңыз да, ол сізге сау және табиғи жалтыраған бет терісіне қол жеткізуге көмектеседі. Оның антиоксиданттық және қабынуға қарсы қасиеттері оны бет терісінің кез келген күтімін толықтырады. Сонымен қатар қаразере тамақтың хош иісі мен тағамдық құндылығын жақсартады. Оның хош иісі тәтті де тұзды да тағамдарға ерекше дәм береді. Таяу шығыс және үнді асханаларында қаразере карри мен күріш тағамдарын хош иістендіргішке пайдаланады. Сондай-ақ нан мен кондитерлік өнімдерге де ерекше дәм береді. Қаразеренің дүниежүзі медицинасында бай тарихы бар. Ғасырлар бойы оны ас қорыту проблемаларынан бастап, тері жағдайларына дейінгі ауруларды емдеу үшін қолданылады. Қытай медицинасында қаразере өзінің қыздыру қасиеті мен қан айналымын жақсарту қабілеті үшін бағаланады. Оны артрит, етеккір кезіндегі ауырсынулар, бас ауруы сияқты жағдайларды емдеу үшін қолданылады. Зерттеулер көрсеткендей, сонымен қатар қаразере қан қысымы жоғары адамдарда да қан қысымын төмендетуіне септігін тигізеді. Қаразере майын тек ішке қабылдау ғана пайдалы емес, сонымен қатар жергілікті шашқа жағып пайдаланса да, шашқа тигізер пайдасы орасан зор. Міне көріп тұрғандарыңыздай, егер сіз иммунитетіңізді көтергіңіз келсе, ас қорытуыңызды жақсартқыңыз келсе, бет терісіңізді жақсартқыңыз келсе, онда бір ғана қаразере осылардың барлығының шешімі болып табылады. Ғылым әлі де қаразеренің пайдалы қасиеттерін зерттеуді жалғастыруда. Сондықтан біз қаразерені күнделікті өз рационымызға енгізіп, пайдалы қасиеттері арқылы денсаулығымызды жақсартуымызға әбден болады. Қаразере майын май күйінде де, не болмаса осындай капсула түрінде де ішсеңіздер болады. Осындай қаразере майын витамин сататын дүкендерден, не болмаса халал заттар сататын ислам дүкендерінен таба аласыздар.